Махатма Ганди. Жеттім, толдым деген адамның дамуы тоқтап, міндетті түрде кері кетуі басталады. Мақсатқа жетуді жеңілдету. Еш нәрсе оңай емес. Сізге қазір оңай болып көрінетін дүниелер болса, демек ол деңгейден өтіп кеттіңіз деген сөз. Сіз күштірек болып кеткенде ол нәрселер жеңіл болып қалады. Әлі-ақ бәрі күшті болып кетеді. Бір нәрсе өзгереді, мемлекет көмектеседі деген үмітке алданып, бәрі өзгеретін, күшті болып кететін уақытты күтпеңіз. Тек сіз ғана күн сайын әрекет жасап, күштірек бола беруіңіз керек. Бай болған сайын адамға көп зат арзан, қолжетімді болып қалады. Қазір сізге қымбат болып көрінетін кей дүниелер табысыңыз артқан кезде арзандап қалғандай көрінеді. Негізі оның бағасы арзандаған жоқ, ол сіз үшін арзан болып қалды. Спортпен айналысқанда жаттығулар да жеңіл болып кетпейді. Жаттықтырушы күн сайын жаттығуды қиындатпаса, оңайлата қоймайтыны анық. Сіз күшейген сайын бұл этап сізге жеңіл болып қалады. Шыдамдылық пен мінезге, табандылыққа салып жұмыс істеу керек. Сіз талып қалған кездің өзінде тірісіз. Сізде әлі энергия бар. Талып қалсаңыз да бойыңызда әлі күш болады. Бірақ талып қалғанша ешкім жаттығу істемейді, яғни потенциалын толық қолданбайды. Білім алуға, бизнеске, еңбекке келгенде де дәл солай. Ешкім өзінің потенциалын толық қолданбайды. Негізі потенциалыңыз қазіргіден кемі 5-10 есе мықты болуы мүмкін. Бірақ миымыз не істейді? Шаршап қаласың, саған энергия керек деп өзін аяп, қорғаныш жасап ала береді. Істеп жатқан ісіңіздің мәнін өзіңіз түсініп, оны миыңызға түсіндірген кезде ғана потенциалыңыз да ашыла түседі. Мақсатқа жету жолында потенциалыңызды максималды түрде қолдануға тырысыңыз. Жазылған мақсаттардың күші. Әр адамның өмірінде оны кейін деп өзгертетін оқиғалар бар. 2016 жылы менде барлығы болды. Отбасылымын, қызметім бар, сүйікті жұмысымды істеп жүрмін. Өмірімде бәрі өз орнында, бірақ маған бір нәрсе жетіспейтіндей көрінетін. Мүмкін болса көпшіліктен оқшауланып, өзімен өзім қалуға тырысып, қылығымды түсінбей әлек болып жүрдім. Сондай бір кезеңде жүріп, мен мақсат жаздым. Нақты есімде, ол жерде 18 пункт болды. Алғашқысы шетелге докторантураға оқуға түсу. Екінші мақсат 18 килограмм салмақ тастау. Ол кезде салмағым 90 килограмм еді. 72-ге түсуді мақсат еттім. Үшіншісі IELTS тапсыру. Төртінші мақсат отбасыммен шетелге шығу. Табысымды 3 есеге көтеру. 2 рет марафон жүгіру. TED конференциясына қатысу секілді 18 мақсатымды тізіп жазып қойдым. Жазып қойғаныммен оларды артынша ұмытып та кеттім. Мақсат жазылған соң 2 күннен кейін тараздық досым хабарласып, Шымкентте марафон болғалы жатыр екен, бірге қатысайық деп ұсыныс жасады. Оған дейін жүгірумен айналыспағанмын, сонда да тіркеліп қойдық. Ақысын төлеп жазылып алдым. 2 айдың 1 айы әне-міне дайындаламын деген сылтаудың айналасында өтті. 1 ай қалғанда дайындыққа кірістік. 90 килограмм болып жүгіру де оңай емес қой. Арасында аяғымды шағарып алып, түрлі кедергілер кездесті. Салмақ тастау үшін бассейнге бару керек болды. Ол кезде Таразда 50 метрлік бір ғана бассейн бар. Жазылайын деп барып едім, таңғы 11-ден бастап жұмыс істейтіндерін айтты. Таңертең спорт мектебінің оқушылары жаттығады екен. Ал мен сағат 11-де бассейнге келе алмаймын, мектепте жұмысым бар. Мүмкін емес екенін білсем де, бассейн ойымнан шықпай жүрді. Бір күні жаңағы досым тағы да хабарласты. Азамат, бассейнге барасың ба? Талғат, мен бардым ол жаққа, 11-де ашылады екен. Менде жұмыс қой, бара алмаймын. Таңғы 6-да барасың ба? Таңғы 6-да кіргізбейді бізді. Сен бірінші келсеңші. Ертеңіне айтылған уақытта жетіп бардым. Талғат екеуміз келсек, халықаралық жарыстардың жеңімпазы болған мықты спортсмен ағамыз тұр екен. Амандасып, танысып, сөйлестік. Біздің жүзумен айналысқымыз келетінін білген соң, аға бізге Жамбыл облысы су спорты федерациясының мүшесі деген құжат жасап берді. Сол күннен бастап бассейнді таңғы 6-дан бастап өзіміз ашып 1 сағат айналысып жүрдік. Сағат 7-де спорт мектебінің оқушылары келеді. Осылайша аптасына таңертең 3 рет жүгіремін, 3 рет бассейнге барамын. IELTS тапсыру деген мақсатым бар. Ол кезде оны тапсырудың бағасы 54 000 теңге көлемінде болатын. Ол маған аз ақша емес еді.
Салыстырмалы түрде айтайын, ол кезде орталықтағы 4 бөлмелі пәтерді 50 000 теңгеге жалдайтынбыз. Бала кезден ақшаны жақсы жинайтын әдетім бар. Дайындығым жоқ болса да 3 ай алдын төлем жасап тіркеліп қойдым. Тіркелеріне тіркеліп алып, 1 ай тағы да дайындықсыз жүрдім. Бірақ артқа қайтатын жол жоқ. Төлемін жасап тіркелгенмін. Ешқайда қаша алмаймын. Ал емтихан тапсыратын күн жақындап келеді. Содан курс тауып, оған баруды бастадым. Осы кезеңдерде көп нәрсені түсіндім. Мен осы уақытқа дейін жай барақат өмір сүрген екенмін. Асханадан шықпай шай ішіп, әріптестермен араласып, жұмыстарымды асықпай істеймін. Түскі астың өзіне бір жарым сағат уақытымды жұмсаймын. Жұмыстарым сағат 17:00 шамасында аяқталса да, мектепте кеш батқанша жүретінмін. Енді ондай мүмкіндік жоқ. Кешкі 18:00-де курсқа баруым керек. Таңертең спортқа барған соң жұмысқа дейін бос уақыт жоқ. Енді амалдың жоғынан уақытымды, жұмыстарымды жүйелеуге тура келді. Артық уақыттың бәрін қысқарттым. 1,5 сағат емес, түскі асты 15 минутта ішуге де болады екен. Қалған уақытында ағылшын оқимын. Сол кездері 1-2 айдың ішінде өмірім кәдімгідей жүйеленіп қалды. Осындай тығыз графикпен жүргенде марафон уақыты келді. Шымкентке барып жүгіріп, бір мақсатымды орындап қайттым. Жүгіріп жүргенде дайындық барысын тиімді пайдалануға тырысып жүрдім. Құлаққап тағып, TED Talks тыңдаймын. Көлікке мінсем де автоматты түрде TED Talks қосылады. Бір тыңдағанымды 18 рет қайталап тыңдаған кездерім болды. Басында түк түсінбейтінмін, кейін түсініктірек бола бастады. Бұл уақытта салмақ тастап 72 килограмм болдым. Жан-жағымдағы адамдардың бәрі «Сен күшті өзгеріп кеттің, не істеп жүрсің?» деп қызығып сұрап байқай бастады. Біз үйленген кезде қайнағам шетелге жолдама сыйлаған болатын. Ол кезде енді үйленіп жатырмыз. Ыңғайсыз болып бас тартып едік. IELTS емтиханына 1 ай қалғанда 3 отбасы болып Таиландқа баруға ұсыныс түсті. Ал менде жұмыс, не істеймін? Мақсаттарымның қатарында отбасылық демалыс бар. Реті келіп тұрғанда ол мақсатты орындау керек. Директорға түсіндіріп айтып, сөйлесіп, жұмыстан сұрандым. Осылайша Таиландқа барып, отбасылық саяхат деген мақсат та орындалды. Елге келген соң 1 аптадан кейін IELTS емтиханын тапсырдым. Ол кезде елшілікке барып тапсырамыз. Алғашқы күні спикинг, берілген тақырып бойынша 15 минут сөйлеуім керек. Маған бұл қорқынышты, себебі қандай тақырып түсінетінін де білмеймін. Содан не керек? Бір қызығы маған спорт және диета деген тақырып бұйырады. Шынымен жолым болды. Соңғы 6 айлық өмірімді айтып берсем, 18 килограмм салмақтың өзі 15 минуттық әңгіме ғой. Соңында ол кісі мені өзі тоқтатып, өзгерістеріме таң қалып, рахметін айтып шығарып салды. Екінші күн емтиханға кірерден бірнеше сағат бұрын бірінші бөлім туралы YouTube'қа кіріп қарап алдым. Дайындық курсында дәл осы бағдарламаларды өтетін уақытша шетелде болдым. Шыны керек, дым дайындығым жоқ. Мен көрген видеода Англияда белгілі бір жылдар аралығында сатылған ойыншықтар туралы тапсырма мысалын талдаған екен. 8 минуттық видео еді. Бір көріп алдым да емтиханға кірдім. Сөйтсем, дәл сол мен YouTube'дан келген тапсырма түсіп тұр. Сәттілік серік болды деген осы шығар. Ойымда қалғанның бәрін жазып, тапсырып шықтым. Шетелге оқуға түсу үшін 5-5,5 балл жеткілікті. Мен 6,5 балл алдым. Қуанышымда шек жоқ. Тағы бір мақсатым орындалды. Бірақ әлі өзім білмеймін. Мақсаттарды жазғанымда да ұмытып кеткенмін. Бір күні мектепке Евротур бойынша бір компания келіп жарнама жасап кетеді. Мен қырсыққанда сол күні мектепте болмай қаламын. Келсем, бәрінің қолында брошюра. Евротурға 6 оқушы жинаған ұстаз тегін барады екен. Мен 2 оқушы ғана таптым. Нұр деген ұстаз болды, ол 7 оқушы жинады. Амал жоқ, менің оқушыларым Нұр ұстазбен баратын болды. Европаға кетуге 2 апта ғана уақыт қалғанда, Нұр апай мұғалімдер жиналысында мен Европаға бармаймын деді. Бұл оның соңғы шешімі екен. Бәрінде үнсіздік, балалардың жауапкершілігі бар. Ешкім бұлай боларын күтпеген еді. Бір қызығы, өткен жылы жазда бізге оқу істерінің меңгерушілері Европаға виза алып қойсын деп айтылған еді. Оңтүстіктегі меңгерушілерден 6-7 ұстаз бармыз. Соның ішінде жалғыз мен барып, демалыс кезінде виза жасатып қойған едім. Сол есіме түсіп кетіп, ағай, менде виза бар деймін. Ол таң қалып, шешімі табылғанына қуанып кетті. Оқушыларды мен апаратын болдым. Осылайша аяқ астынан Европаға баруда бұйырды.
Европаға барған соң тағы бір таңғажайып оқиға болды. Елге қайтатын соңғы күні қонақ үйде таңғы асқа түсіп, аяқ астынан бір танысымды кездестірдім. Арқа-жарқа болып сөйлесіп қалдық. Сөз арасында Европаға докторантураға түскім келіп жүргенін айттым. Ол ойланып тұрып, «Азеке, Прага бола ма?» деді. «Бізде Прагада бір компания ашылып жатыр еді. Сол жерге өзің сияқты қазақ жігіттері керек. Оқуға түсе аласың ба? IELTS бар ма еді?» деп сұрады. Ал менде бұл уақытта IELTS сертификаты бар. Елге келген соң бір аптадан кейін маған Прагадан ұсыныспен хабарласты. Университеттен де шақырту келді. Осылайша жұмыстан шығып дайындала бастадық. Дәл осы дайындық барысында сарт етіп мақсаттарымды жазып қойған есіме түсті. Келіншегіме айтып біраз іздедік, бірақ тапқан жоқпыз. Бірақ мен анық білемін, ол жерде 18 пункт жазылған еді. 6 айдың ішінде ол жердегі 10 пункт орындалды. Бір қызығы сол пункттердің ішінде табысымды 3 есеге көтеру деген мақсатта болған. Бұл мақсатты жазған кезде қалай табысымды арттыратыным туралы нұсқалар да болмады. Прагаға көшкен кезде есептесем, дәл қағазға жазған көрсеткен табыс деңгейіне көтерілген екенмін. Адам іштей дайын болған кезде және нақты өзі үшін шешім қабылдағанда, оған жолдардың өзі ашыла береді. Адам не қалайтынын алдымен өзі білуі және оны қағазға түсіруі өте маңызды. Бірақ оған жету үшін тұрақты әрекет жасауды да ұмытпау керек. ГТА методикасы. ГТА деген атауды оқып бірден ойын есіңізге түскен шығар. Бірақ бұл ойын емес, методика. Өзіңізді таппай, қай бағытқа жүреріңізді білмей қалған тұстарда сізге ГТА әдісі көмектеседі. Адам өмір бойы ізденіс үстінде жүреді. Бұл теорияның тірегі әрекет. Өзіңізді сынап көруден, ойыңызға келген идеяны байқап көруден қашпаңыз. Жасап көрсеңіз ғана идеяңыздың болатын не болмайтын дүние екенін түсінесіз. Г. Гипотеза. Т. Тест. А. Анализ. Сізге бір ой келді. Алыңыз да істеп көріңіз. Нәтижесіне анализ жасаңыз. Идея пайда болды, оны тест жасап көрдім, осындай әрекеттер қылдым, нәтижесінде жақсы қорытындалдым, көңілім толды, кей тұстарын реттеп, ары қарай жалғастыруыма болады. Немесе бұл түкке керек емес, бос уақытта алатын идея екен деген секілді анализ жүргізесіз. ГТА методикасын өміріміздің соңына дейін қолдануымыз керек. Адам сынап көрмейінше нәтижесіне көз жеткізбейді. Ал әр жасаған әрекеттердің, тесттердің нәтижесінде анализ жасамай адам өспейді. Сондықтан гипотеза, тест, анализ қатар жүру керек. Бір орында қалып қойған сияқтымын. Менен басқалардың бәрі дамып өсіп жатқан сияқты. Менде ғана прогресс жоқ дейтін адамдарға да тоқталайық. Қазіргі таңда жылдамдық және үздіксіз даму деген үлкен рөл ойнайды. Әр адам күн сайын қанша жаста болса да, немен айналысып жүрсе де даму үстінде болу керек. Біздің ағзамыз күн сайын жаңарып отырады. Сол секілді оқуды тоқтатпай, жаңа білім алып отыру өте маңызды. Даму жолында тұрақтылық керек. Күнделікті 60 минут уақытыңызды өзіңізді студент сезініп, жаңа білім алыңыз. Мамандығыңыздан бөлек жаңа саланы меңгеріңіз. Бірден 60 минут қиындық туғызса, 30 минуттан 2 рет, немесе 20 минуттан 3 рет студент боласыз. Тағы бір эффектісі өте жақсы әдістердің бірі фрирайтинг. Ол дегеніміз жай ғана жазу. Бұл жерде ешқандай заң да, шарт та жоқ. Біздің миымызда өте көп шу бар. Менталды қоқыс, яғни керек емес ақпарат көп. Осы ақпараттардан миымызды босатып, фокусымызды керек бағытқа бұра алу үшін фрирайтингті бастау керек. Қағаз бен қалам алып, ойыңызға не келіп тұр, соны жаза беріңіз. Тіпті не жазарыңызды білмей тұрсаңыз, дәл солай жазып қойыңыз. Ең бастысы ойыңызға анализ жасамай, не ойлап тұрсыз, соны қағазға түсіріңіз. Ғабит Мүсірепов. Дұрыс жолға қойылған дене шынықтыру ойындары оқу білім алуға бөгет емес, қайта бойды сергітіп, ойына жәрдем ететін нәрсе. Спортты сүюдің жеңіл жолдары. Адам спортпен орташа алғанда аптасына 4 рет 1 сағаттан айналысу керек. Сонда бір аптада спортқа кететін уақыт 4 сағат қана. Ал бір аптада 168 сағат бар. Енді осы 168 сағаттың 4 сағатын спортқа арнамайтын адам неге ауырып қалдым,
немесе неге менің энергиям жоқ деп ренжімей-ақ та қойса болады. Ағзамыз неғұрлым көп қимылдаса, соғұрлым көп энергия пайда болады. Байқайсыз ба, спортпен айналыссаңыз, бір сағаттан кейін көп нәрсеге қызығушылығыңыз оянып, жаңа тынысыңыз ашылғандай болады. Біздің жаратылысымыз осындай. Спортты жақсы көру үшін ең алдымен оның біз үшін маңыздылығын дұрыс түсініп алу керек. Миымыздағы нейрондардың 80% қимылға жауап береді. Ағынсыз тұрып қалған су сасиды. Сол секілді қимылдамаған нәрсе де автоматты түрде істен шыға бастайды. 11-ші сыныпта менің қолым сынып, бір ай гипстен жүрдім. Гипсті шешкеннен кейін қарасам, қолым ашылмайды. Қимылдамаған соң денем керек емес бұлшық ет деп есептей бастаған. Сәйкесінше ақырындап жансыздана түскен. Қимылсыз қалсақ, миымыздағы нейрондар да жұмыс істемей, қажетсіз санап бұлшық еттерді өлтіріп тастайды. Статистика бойынша адамдар өзін 3 есе көп қимылдаймын деп есептейді екен. Ғалымдар бірнеше мыңдаған адамдарға сауалнама жүргізіп, олардың қимыл қозғалыс көрсеткішін бақылаған. Сонда барлық қатысушылар өзінің қимылын 3 есеге көбірек бағалапты. Қазір офисте жұмыс істейтіндер үшін барлығы қолжетімді ғой. Ноутбук алдында, қағаз шығаратын принтер үстелдің үстінде, ішетін суы тура қасында, керек десе қоқыс жәшігіне дейін жақын жерде, үстелдің астында тұрады. Көлікпен жүрсек, дәл ғимараттың алдына келіп тоқтағымыз келеді. Жоғарыға лифтпен ғана көтерілеміз. Анализ жасап қарайтын болсақ, спорт түгілі біздің өмірімізде қимылдың өзі өте аз. Спорт дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда қимыл қозғалысты білдіреді. Әрине, ең дұрысы спорт залға барып, бір спорт түрімен айналысу керек. Дегенмен жоқ дегенде, күнделікті өміріміздегі қимыл қозғалыстың өзін жасанды түрде көбейтуге қолға алған жөн. Қимылды жасанды түрде көбейту дегеніміз не? Мысалы, автобусқа отыру үшін келесі аялдамаға бару, таксиді келесі көшенің бойынан шақыру. Жұмысқа барғанда лифтпен емес, баспалдақпен жоғары көтерілуге де болады. Ең болмағанда жаяу түсуді әдетке айналдыру керек. Қоқыс жәшігін жұмыс үстелінің астына емес, кабинеттің бір бұрышына апарып қойған дұрыс. Күнделікті түскі асты бірінші қабаттағы немесе жақын жердегі кафе, рестораннан емес, ұзағырақ жерге барып ішіңіз. Түскі уақытта күннің астында 10-15 минут жаяу жүрудің өзі адамға өте пайдалы. Сіз офисте жұмыс істесеңіз және көлігіңіз бар болса, онда сіз автоматты түрде өте аз қимылдайсыз. Бұл жағдайда жалғыз шешім спорт қосу. Жоқ дегенде таңғы жаттығуды күн сайын міндетті түрде жасау керек. Кез келген адам аптасына 3, жоқ дегенде 2 күн спортпен айналысу керек. Ол жүгіру болуы мүмкін, ол бассейн болуы мүмкін. Қандай спорт болса да жарай береді. Спорт тек дененің бұлшық еттің әдемілігі үшін ғана емес, денсаулық үшін де өте маңызды. Бұлшық ет пен майдың сәйкестігін есептегенде, май азырақ болуы қажет. Егер менде бұлшық ет көп болса, метаболизм жақсы жұмыс істеп тұр деген сөз. Метаболизм дұрыс болса, сырттан келген тамақты тез қорытып, бұлшық етке айналдырады. Егер менде май көбірек болса, метаболизм әлсіз дегенді білдіреді. Оның екінші себебі, мен жұмсап жатқан калориямнан көбірек тамақтанып жатқан болуы мүмкін. Бір адам бір күнде орташа есеппен 1500 калория жұмсайды. Яғни тамақтан алатын калория жұмсайтын калориядан көп болған жағдайда ағзада май жинала бастайды. Адамда ер адамға да, әйел адамға да тән гормондар болады. Сіз өзіңізде қай жағын дамытасыз, сол көбейеді. Сондықтан қыз балалар өз болмыстарына сай нәзік, жеңіл спорт түрлерімен айналысқан дұрыс. Мысалы, йога, би, гимнастика және тағы да сол сияқты. Ер азаматтар ауыр спорт түрлерін қолға алу керек. Әр адам саналы түрде спортпен айналысу керек. Ең алдымен өзі үшін. Спорттың маңызын түсініп, тұрақты айналыса бастаған адам уақыт өте келе спортсыз өмірін елестете алмайтындай жағдайға жетеді. Спорттағы тұрақтылық. Біздің жүрегімізде 2 түрлі пульс бар: аэробты және анаэробты. Аэробты пульс әр адамда әртүрлі. Орташа есеппен минутына 146-ға дейін соғуы жатады. Осы көрсеткішке дейін жүрек қиналмайды. Анаэробты пульс кезінде адам ағзасы май жағады,
ал жүрек қағысы 146-дан асып анаэробты пульсқа өтсе, жүрекке зияны тиеді. Кәсіби спорттың өзінде анаэробты пульсқа өтуге аптасына 1-2 рет қана рұқсат беріледі. Біздің көпшілігіміз жүгіруге шыққан бірінші күні марафоншылар сияқты көрсеткіш жасағымыз келіп, басып жүгіреміз де қателік жасаймыз. Бұл кезде 15 минуттан кейін пульс 146-дан асып кетеді. Сәйкесінше анаэробты пульс кезінде ағзамыз май жағып үлгермейді. Тез арада энергия керек болғаны үшін бұлшықет пен глюкогенді жұмсайды. Осылайша артық қылам деп тыртық қылып аламыз. Ағза да шок алып қалады. Аэробты не анаэробты пульс көрсеткішін арнайы сағаттар арқылы анықтауға болады. Егер сағат болмаса, жүгіріп жүрген кездегі темпіңізге назар аударыңыз. Қасыңыздағы адаммен демікпей, ырсылдамай, қалыпты сөйлесе алуыңыз керек. Бұл ағзаға жеңіл болып жатыр дегенді білдіреді. Аэробты және анаэробты пульс әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, спортшыларда аэробты пульс көрсеткіші минутына 160-қа дейін өсіп кетуі мүмкін. Менің Әлішер деген досым бар. Ол жүгірумен кәсіби түрде айналысады. Бірде екеуміз қатар жүгіріп келе жатқан кезде менің жүрегім минутына 140-146 көрсетсе, оның жүрегі 110-115 көрсетіп тұрады. Бір қарағанда екеуміз бірде келе жатырмыз. Бірақ бұл қарқын оның ағзасына қиындық тудырмай тұр. Қан неғұрлым тез айналған сайын құрамы да реттеледі. Спортпен айналысқан кезде қан айналым жақсы болады. Сәйкесінше мидың жұмысы да жақсарады. Уақыт өте келе ағзаның шыдамдылық күші өсе береді. Ауыр жүктемелерді көтере аламыз. Біреу үшін ауырға соққан көрсеткіш келесі адам үшін жеңіл болады. Алдымен дайындық керек. Екіншіден, тұрақтылықты талап етеді. 3 ай жасаймын да өмір бойы күшті болып жүрем деген түсінік мүлде қате. 3 айда ағзаңызда енді ғана нәтиже болып жатады. Тастап кетсеңіз, 1 айдың ішінде бұрынғы қалпыңызға келесіз. Спортты өмір сүру салтына айналдыру керек. Аптасына 7 күн, 5 күн емес, ең болмағанда 2-3 рет барыңыз. Бірақ тұрақты түрде өміріңіздің соңына дейін айналысыңыз. Мақсат 90 жасыма дейін аптасына 3 рет деген нұсқада қойылу керек. 1 ай бойы аптасына 7 рет 2 сағат спортпен айналысып кейін тастап кетуге болады. Бірақ бұған қарағанда өзіңізді зорықтырып жібермей, жалықтырып, шаршатып алмай тұрақты түрде аптасына 3 рет 45 минуттан спортқа бару әлде қайта жақсырақ. Бастысы спортты өміріңізге ұзақ мерзімді жоспарда енгізіңіз. Демала білу өнері. Адам демалған кезде ғана дамиды. 1 күн спортпен айналысқаннан кейін ағза қалыпқа келу үшін 1 күн демалу керек. Залда жаттығу жасаған кезде ештеңе өзгермейді. Бұлшықет ұйықтаған кезде және ертеңгі күні өсіп өзгереді. Бұл бизнесте де солай. 1 күні кәсіпкер досыммен кездесіп отырып, осы тақырыпты қозғадық. Мен баяулап демала бастаған кезде тамысым көтерілген екен деп анализ жасап отыр. Жалпы стресс пен демалыстың арасында баланс болу керек. Тоқтамай жұмыс істеген кезде немесе жаттығып жатқанда нәтиже болмайды. Нәтиже артынша дұрыс демалған кезде келеді. Біз қалай ойлаймыз? Жұмыс істейміз, істей береміз, кейін ғана демаламыз деп пайымдаймыз. Дегенмен бұл кезде сіздің көрсеткішіңіз максимум 3-ге жетуі мүмкін. Эффективтілікті көтеру үшін не істеу керек? Жұмыс істейсіз, демаласыз. Тағы жұмыс істейсіз, демаласыз. Сонда ғана осыған дейін максимум 3-ге жетіп тұрған көрсеткіш 5-ге, 6-ға көтерілуі мүмкін. Баспалдақ теориясы. Алланың жақсы көретін амалы аз болса да тұрақты деген хадис бар. Біз қарқынмен бір істі жасағымыз келіп бастаймыз. Болмай қалған жағдайда сәтсіздікке ұшырап, көңіліміз қалып жатады. Осы нәрсе бізді жаңа үрдістерден бізді тоқтатады. Ол маған қайда, біраз тірлігі бар ғой деген сияқты ойлар маза бермейді. Бірақ бұл тұста аз болса да тұрақты деген ұстанымды еске түсіру керек. Күніне 10 бет кітап оқу, немесе 100 бет кітап оқу. Әрине, күн сайын 100 бет кітап оқысаңыз супер. Бірақ күн сайын бұл мақсатты орындауға жеткілікті уақытыңыз бола бермеуі мүмкін. Соның салдарынан бұл әдет болып қалыптаспай жатып, тастап кетесіз. Біраз уақыт өткен соң осы жеңілісіңіз есіңізге түсіп, өзіңізді жей бастайсыз.
Өзіңізге берілген уәдеңіз орындалмай тастап кеткен соң іштей өзіңізді құнсыздандырып тастайсыз. Ал 10 бет оқу аса көп уақытты алмайды. Бұл жылына шамамен 4000 бет. Орташа есеппен бір кітапты 200 бет деп алсақ, бұл 20 кітап. 20 кітап оқыған адам басқа адам. Осы теорияны ұстану керек. Аз-аздан үздіксіз. Жаңа іс бастап, мақсат қойсаңыз, оны жарты жолдан тастап кетпеудің тағы бір жолы жария ету. Әлеуметтік желіде оқырмандарыңызға айтып бөлісіп қоюға болады. Көпшілікке айтылып қойған соң, оны орындамай қалудың проценттік көрсеткіші азая түседі. Өз сөзіңіздің салмағын, жауапкершілігін толығырақ түсіне бастайсыз. Зерттеу бойынша, дүйсенбіде, жаңа жылда, айдың бірінші күні бастаған істердің үздіксіз орындалу процесі жақсы жүреді екен. Әрине барлығы ерекше датада бастауға келіп тіреліп қалған жоқ. Дегенмен мүмкіндігіңіз болса, қай күні бастайтыныңызға да мән беріп таңдап көріңіз. Таң берекесі туралы барлық жерде өте жиі айтылады. Алла тағала Құран кәрімде таң ата бір уақыт бар. Сол уақыт дұғалар қабыл болатын, қайтарылмайтын уақыт деп айтқаны бар. Күн шыққанға дейінгі уақыт пен күн шыққаннан кейінгі 45 минут ең берекелі уақыттардың бірі болып саналады. Миымыз таңертең ақпаратты, жаңа қабілеттерді жақсырақ қабылдайды. Әрі адам мидың альфа жағдайын қайта жұмсайды, сол жағы мықтырақ болады. Болашақтағы сен ұнай ма? Қазіргі істеп жүрген істеріңізді 10 жылға көбейтіп көріңізші. Мысалы, қазір аптасына 3 рет таңертең жүгіріп жүрсіз. Тура осылай аптасына 3 рет жүгірсеңіз, 10 жылдан кейін сіз қандай боласыз? Әрине, бұл ойдың өзі сізді шабыттандырады. Таңертең кітап оқып жүрген болсаңыз, 10 жыл бойы үздіксіз тұрақты кітап оқыған адамның деңгейін ойлап көріңізші. Тура осы секілді қазіргі әрекетсіздігіңізді де 10 жылға көбейтіп көріңіз. Дұрыс тамақтанбауды әрі қарай 10 жыл жалғастырсаңыз не болады? Өзіңізбен жеке қалғанда бүгінгі әрекеттеріңізге анализ жасап көріңіз. Болашақтағы сіз өзіңізге қатты ұнауыңыз керек. Тосын сый немесе қателер күнделігін жүргізіп көріңіз. Қате деген нәрсе жоқ. Біз қателесуден қатты қорқамыз. Себебі генімізде қалып қойған. Елестетіңізші, бұрын орманда өмір сүріп, жеуге болмайтын жидекті пайдаланып қалсаңыз, өліп кетер едіңіз. Қауіпті аңдардың аймағына байқамай кіріп кетсеңіз, жем болып қаласыз. Ол дәуірде қателесудің құны өте үлкен еді. Ал қазір қателесуден өліп қалу ықтималдылығы бар ма? Бар, бірақ өте төмен. Біз сонда да қателесуден өте қорқамыз. Жетістікке жететін адам дегеніміз қателесуден қорықпайтын және қателерінен сабақ ала алатын адам. Өйткені аяқ астынан байып кеткен, аяқ астынан чемпион болып кеткен адамдар өте аз, жоқтың қасы. Сондықтан қателердің күнделігін жазып, инсайт ретінде түртіп алып отыру керек. Бұл ертеңгі күніңіз үшін үлкен сабақ әрі пайдасы мол болмақ. Қате плюс анализ тең прогресс. Тек қателесіп, ары қарай кете берсеңіз, ешқандайда өсу болмайды. Қателік жасап, сол қателігіңізге өзіңіз отырып, шынайы анализ жасай алатын болсаңыз, сол жерде прогресс кетеді. Қателесу үлкен мүмкіндік. Қателессеңіз, демек миыңыз даму үстінде. Кез келген жаңа істі бастағанда, алғашқы уақытта көп қателік жібересіз. Өте аз бөлігін ғана дұрыс жасайсыз. Уақыт өте келе қателесу азаяды. Соңында қателеспейтін, тәжірибелі адам болып аласыз. Бірақ бұл деңгейге жету үшін уақыт керек. Ал сіз ортасында не соңында жетпей тастап кетсеңіз, ең үздік нәтижені көре алмайсыз. Біз ұзақ мерзімді жоспарлауды үйренуіміз керек. Сонда ғана үздік нәтижеге кететін сынақ уақытынан сүрінбей өтеміз.